Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: үмметім Рамазан айында қаншама сауап пен ізгілік бар екенін білсе, жыл бойы Рамазан ұстар еді. Бүгін құптан намаздан кейін осы намазды оқыңыз. 10 рәкат нәпіл намаз оқылады. Әр рәкағатта Фатиха сүресінен кейін 11 рет Ықылас сүресі оқылады. Әр рүкух еткенде рүкухтағыдай тәпсізден кейін 10 рет Субханаллахиді оқисыз. Намаз біткен соң 1000 рет истихфармен кешірім сұрайсыз, яғни астағфируллах деп Алладан кешірім тілейсіз. Истихфар біткен кезде сәжде жасалып, сәждеде мына дұға оқылады: Уа Аллахым, уа Рахман, уа Рахим, ей мәңгі тірі, ей бәрінен құдіреті күшті, ештеңеге мұқтаж емес. Уа Зул-Жалали уәл Икрам, күнәларымды кешір, оразамды қабыл ет, намаздарымды да қабыл ете көр. Осы дұғадан кейін Аллах тағаладан оның қажеттілігін өтеу сұралады. Яғни өзіңіздің қажетіңізді сұрайсыз. Көп Құран оқылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтылады. Тахаджуд намазы оқылады. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Келесі Рамазанға аман есен жетейік. Әумин деп қойыңыз. Көп адамның көруіне себепші болып, каналға тіркеліп, лайк басып кеттіңіз. Алла разы болсын.